Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен иісі керемет, дәмі ерекше, мак қосылған дәмді бәліш дайындаймыз. Бұны десерт ретінде жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Дәмі түрі ерекше болсын деп бетіне шоколад жағып, осылай әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ыдысымызға 290 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Барлық құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Үстіне 4 грамм дрожжымызды, яғни қамыр ашытқымызды салып, үстіне 2 ас қасық қантымызды салып аламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, барлық құрғақ заттарымызды біркелкі қылып араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды осылай жақсылап араластырып алып, жаңа дайындаған құрғақ заттарымыздың үстіне осылай құйып аламыз. Кішкене араластырып алған соң, үстіне жылы 125 мл сүтімізді құйып, үстіне 40 грамм ерітілген сармайымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Иі қанғанша осылай жақсылап басып илейміз. Оны аз болса, кішкене ұн қосуға болады. Осылай біркелкі қамыр шыққанша жақсылап илеп аламыз. Илеп болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. 100 грамм магымызға 75 грамм қантымызды салып, блендермен әбден езіп аламыз. Сіздерде блендер болмаса, қант пен магымызды араластырып жасап көрсеңіздер болады. Мінекей, біздің магымыз дайын болды. Енді бізде темір ыдыс қажет. Темір ыдысымызға 50 мл сүтімізді құйып, үстіне жаңа дайын болған мак пен қантымызды салып, баяу отқа қоямыз. Салмамызды үздіксіз араластырып отыруымыз қажет, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей осылай баяу қайнатып, магымыз бен қантымызды ерітіп пісіріп аламыз. Біздің салмамыз өте қою болу қажет. Сол кезде астын өшіріп, суытып қоямыз. Біздің салмамыздың асты жабыспай, осылай әдемі болып шықты. 20 минут тынып тұрған қамырымыздың осылай 4 бұрышты қылып жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып осылай орташа көлемде жайып аламыз. Үстіне ерітілген сармайымызды барлық жеріне жақсылап жағып аламыз. Жаңа дайын болған мак қосылған салмамызды осылай барлық жеріне жеткізіп, қамырымыздың үстін жауып шығамыз.
Мейлінше салмасын, ешқандай ашық жерін қалдырмай жағып шықсаңыздар өте көрінісі әдемі болып шығады. Осылай қамырымызды дөңгелекше қылып орап аламыз. Қамырымыздың дәл ортасынан кесіп, көлемін бірдей қылып, барлық қамырды осылай дөңгелекше қылып кесіп шығамыз. Мінекей көрінісі де өте керемет болып шықты. Біздің бәліштеріміздің осылай ыдысымызға, яғни табамызға орналастырып пісуге дайындаймыз. Осылай дайындап болған соң қамырды 5-10 минутқа үстін жауып қоямыз. Себебі қамырымыз кішкене көтерілуі қажет. Мінекей бізде барлығы көтеріліп әдемі болып шықты. Үстіне жұмыртқамызды жағып, пешке 30 минутқа жібереміз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болып шықты. Бетін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколад жаққанды жақсы көрдім, себебі өте дәмді болып шықты. Осылай шоколадымызды ерітіп алып, барлық тәтті бәліштеріміздің бетіне осылай жағып шығамыз. Шоколад жаққан бәліштеріміздің барлығын холодильникке 5 минутқа жібереміз. Себебі шоколадтарымыз қату үшін, одан да әрі әсем болу үшін глазур дайындаймыз. 2 үлкен ас қасықпен осылай сахарный пудрамызды салып, үстіне 1 қасық сүтімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай әдемі глазур шығады бізде. Тәтті бәліштерімізге осылай кондитерлік қапшыққа салып, глазурларымызды құйып шығамыз. Көрінісі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Сіздерге менің видеом ұнаса, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.